Сәлем достар, біз бүгін IQ өте жоғары, әлемге танымал қазақстандық жастар жайында айтатын боламыз. Олай болса, біз видеомызды бастадық. 23 жастағы Алдияр Семедияровтың IQ коэффициенті әлемдегі 99% адамнан жоғары болып шықты. Векслер шкаласымен тест нәтижесі 135-ке жеткен. Қазіргі кезде Алдияр Менса халықаралық қауымдастығына кіреді. Бұл ұйымға әлем бойынша ең жоғары интеллект коэффициенті бар адамдар ғана мүше бола алады. Алдияр онлайн режимде IQ тестін ресми түрде тапсырады. 45 тапсырманы 20 минутқа ғана берілгенін айтады. Ал бір аптадан кейін Менсадан жауап келген. Ұйым өкілдері оны өз қатарына қосқандығын жазған. Алдиярдың интеллект коэффициенті Векслер шкаласы бойынша 135-ші болып шығыпты. Алдияр Семедияровтың өзі Ақтау қаласында дүниеге келген. 2016 жылы номер 4-ші мектеп гимназиясын алтын белгімен бітірген. Ал ұбт-да 124 ұпай жинаған дейді. Назарбаев университетінде оқып бітіргеннен кейін 2020 жылы Швейцариядағы Федералдық технологиялық институтының электр инженериясы мамандығы бойынша магистратураға түскен. Алдиярдың өзіне маған мотивация беретін бір сөз бар. Сенің қазіргі өмірің ол бір жыл бұрынғы жасаған жұмыстарыңның нәтижесі. Бір жылдан кейінгі өмірің қазіргі әрекетіңнің нәтижесі деп өзіне мотивация береді. Тағы бір қазақстандық әлемдегі ең ақылды адамдар қатарынан көрінген қазақ жігіті Димаш Әділет көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Ол қазақ бұқаралық ақпарат құралдары алдымен Ұлыбританияның деректі фильміне түсіруге шақырту алды. Одан кейін интеллект коэффициенті IQ жоғары адамдарды біріктіретін Менса халықаралық ұйымының мүшесі болып та танылды. Негізгі мамандықтары бірі ол психология және кәсіпкерлік. Бала күнінен ағылшын, орыс тілдерінде еркін сөйлейді. Кейіннен француз, испан тілдерінде үйренген екен. 11 жасында Швейцарияға барып, кейін Америка құрама штатында оқып білім алған Димаш бүгінгі таңда Қазақстан еліне қайтадан оралып, өз ана тілін үйренуді алдына мақсат етіп қойған екен. Өскемен қаласының тұрғыны 18 жастағы Данияр Нұрмұхамед планетадағы ең ақылды адамдардың біріне айналды. Данияр Назарбаев зияткерлік мектебін бітіріп, Будапештегі Обудай университетінің студенті болды. Онда ол техникалық менеджер ретінде оқиды. Мен бірнеше себептерге байланысты басқа елдің жоғары оқу орнына түсуді шештім дейді. Себебі ағылшын тілін және басқа да тілдерді жоғары деңгейде үйренуге болады дейді Данияр Нұрмұхамед. Техникалық менеджер ретінде оқиды, өйткені менеджменттегі білімнен басқа мен техникалық салада әлі де кем білім алғым келеді. Яғни бұл мамандық өте жан-жақты деп санайды. Қазақстан Республикасының еңбегін сіңірген спорт шебері Дәулет Тұрлыхановтың ұлы Ерасыл Болат Қазақстандағы ең ақылды адамдар қатарына кірді. IQ Қазақстан ұйымы еліміздің 3 мегаполисінде IQ сынағын өткізеді. Оған еліміздің түрлі өңірлерінен жасы 10-нан асқан 2000-нан астам азамат қатысты. Ерасылдың IQ деңгейі Каттл шкаласы бойынша 145-ке тең екен. Осылайша Ерасыл Қазақстандағы ең ақылды адамдардың IQ Қазақстан ұйымының шақырту алған екен. Видео соңында Менса жайында айта кетуді жөн көрдім. Менса интеллект коэффициенті жоғары адамдар кіретін ең танымал және ірі ұйымдардың бірі. Тест бақылаушылардың көзінше тапсырылады. Ол үшін әлемнің 50 елінде ұлттық топтар құрылған. Қазіргі кезде қауымдастыққа мүше адамдардың саны 120-дан асып отыр. Олардың барлығы 100 елдің өкілдері. Клуб 1946 жылы құрылған. Ұйымның негізгі мақсаты адамзат пайдасы үшін интеллектті дамыту, табиғатты зерттеу жұмыстарын қолдау, қауымдастыққа мүше болған адамдарға зияткерлік даму жағынан жағдай жасау.